Ескі таным сенің бекер шашпау кейде адам бір-біріне бөтен. Бүгін біз қыздармен ашық алаңда жаттығу өткізіп жатырмыз. Көтереміз. Тартамыз. Жүр. Мен де осы қыздар сияқты 14 жасымда садақ атып бастадым. Мен Сақкөңіл клубта садақ атып, сол жерде мобилограф болып жұмыс жасап жүрген кезімде садақ атуды, сол жерде садақ атып жүреді. Садақты көбісі сұрайды да, қалай атады деп сұраған кезде мен көрсетіп жүрдім. Солай көрсетіп жүрдім да, мен бір күні неге мен садақ ата аламын ғой, осы мен неге кәсіби түрде айналыспасқа деп ойландым да. Сонымен өзімнің әдемі фото-видеоларымды Инстаграмға салып жүрдім садақ атқан. Солай Инстаграмға әдемі фото-видеоларымды салып жүрдім. Содан кейін сол Айсаф мектебінің мұғалімі мені көріп Инстаграмнан бізге осындай үйірме ашсақ деп едік. Тренер боласыз ба деген ұсыныс келді. Мен әрине келістім. Содан кейін сол жақта тренер болып жұмыс жасап бастап, қыздармен 8 айдан бері жаттығудамыз. Садақ атқан кезде дем алу мен дем шығару ол міндетті. Өйткені біз тырысып тұрған кезде садақ ата алмаймыз. Бірінші дем аламыз. Одан кейін садақты тартар кезде тағы да и жүрді уақытта. Біз тартқан кезде осылай тарттық қой. Жауырындар бір-бірімен қосылуы өте маңызды. Садақ атқан кезде ең бірінші зат ол бас бармақты, өйткені мен азиатский стильде атам. Дәстүрлі садақ ату ол бас бармақпен, бас бармағымыз жарақат алып қалмас үшін міндетті түрде оны қорғаймыз. Бұл бұлғардан жасалған. Тоже сол қолымызды тартқан кезде осы біздің кезіміз оны қолымызды керіп жарақат алмас үшін осылай перчатка киіп аламыз. Көбінесе негізінде техниканы дұрыс жасаған кезде мұнда тимейді, бірақ тие қалмас үшін деп осындай тоже крага деп аталады. Соны киеміз. Жақсы. Жалпы европейский стильде атқан кезде ол ат үстінде атуға келмейді. Оқ бізде қозғалып кетеді. Европейский атқан кезде ол біздің садағымыз түзу тұрмайды, кішкене қисайтсақ болады, өйткені ол қозғалып кетеді. Ал ат үстінде атқан кезде біз сол жақтағы оғымызды оң жаққа алып келеміз. Ат үстінде атуға өте жақсы. Бұл осылай ұстаған кезде ол қимылдамайды. Шауып бар жатып атқан кезде. Біз бас бармақпен дәстүрлі садақ ату атамыз. Ол жерде көзе алмайсың, сезім. Осы садақтың жай ғана направленияны қоясың, сол жерде сезініп интуициямен атамыз. Кішкене күтеміз. Шыдамдылықты талап ететін спорт түрі. Бұл негізі жай деп аталады. Жай, адырна, және де ол кіріс, мына оқ. Оқ бізде екеуін жай мен оқты қосқан кезде ол садақ болып аталады. Және де оқты оқтамай тұрып, дәл осылай просто тартып жіберіп қалуға болмайды. Өйткені ол садақты керіп өзін өзі сындырып жіберуі мүмкін. Оқтың өзі төртке бөлінеді. Басы кез, қанаттары, оқ өзі екіге бөлінеді. Оқ ағаш және карбон.
Бұл көбісі айтып жүрген жебе, бұл жебе емес. Жебенің басындағы жай ғана кішкене ғана осы бір темір зат, сол жебе деп аталады. Өзі ол оқ. Мынау жерде мынау қанат жоғары қарап тұрады. Именно мынау бұлай жасалған оқтарды. Оқтар әртүрлі жасалған. Давай, жамбы әдемі тұр. Ескі тәнім сенің бекер шашпау, кейде адам бір-біріне бөтен.